Дамыған елдер әлі де әлемдік экономиканың өзегі болып табылады. Дегенмен оларда адамзаттың тек 1/7 бөлігі өмір сүреді. Әлемдік өнімнің жартысы осында шығарылады, және көптеген басқа елдер үшін бағдар болып табылатын экономикалық, саяси, әлеуметтік және мәдени деңгейіне жетеді. Дамыған елдердің жаһандық экономикадағы рөлі одан да маңызды. Олар әлемдік сауданың 60%-дан астамын, әлемдік капитал экспортының 75%-ын, білім экспортының басым бөлігін құрайды. Олар әлемдегі мигранттардың негізгі бөлігін тарту орны болып табылады. Біздің республикада Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі тұжырымдама қабылданды. Әлемнің неғұрлым дамыған 30 елінің қатарына кіру біздің өзіміздің бәсекеге қабілеттілігімізді дамытуды талап етеді. Бұл ең алдымен ұлттың аймақтық және жаһандық нарықтағы баға мен сапа бойынша жеңімпаз кез келген нәрсені ұсына алатындығын білдіреді. Бұл тек материалдық өнім ғана емес, сонымен қатар білім, қызмет, зияткерлік өнім, сайып келгенде еңбек ресурсының сапасы. Ертеңгі күннің ерекшелігі минералды ресурстардың болуы емес, адамның бәсекеге қабілеттілігі, ұлт табысының факторына айналады. Сондықтан кез келген қазақстандық тұтас ұлт сияқты 21 ғасырға лайықты қасиеттер жиынтығына ие болуы керек. Компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында. Мәні бар сөз тіркестерін, кадрлар бәрін шешеді деген сөз тіркесі болды. Сказано, назар аударту үшін маңыздылығын, білім және кәсіби біліктілік. Адам жақындағанда шешімі қандай да бір мәселелер. Қандай да бір идеяны жүзеге асыратын кадрларды дұрыс таңдау оның жүзеге асырылуына айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан да әртүрлі компаниялар мен кәсіпорындар ең білікті қызметкерлерге ие болғысы келеді және кандидаттарды мұқият таңдауға дайын. Өйткені кадрлар бәрін шешеді. Бұл фразаның түпнұсқасын өте танымал адам айтқан. Іске асырудың негізгі дәлелі ретінде кәсіби жұмысшылардың жеткілікті, сонымен еңбек тиімділігін 3-4 есе арттыруға болатындығы ескеріледі. Біліктілікті арттыруға қойылатын қарапайым талаптан басқа, адамдардың өздеріне деген көзқарасын өзгертуге де өтінім берілді. Кәсіпорындарды шебер басқару, экономиканың дамуын жоспарлау және қазір білікті кадрларсыз материалдық құндылықтарды құру өте қиын. Егер ол кішігірім мәселені қалай шешуді білмесе, менеджер айтарлықтай дағдарыс жағдайында не істей алады? Егер экономикадағы заңдылықтар туралы білімдері жетпесе, мамандар даму жоспарларын қалай есептей алады? Біліктілігі жоқ адам жақсы үстел, орындық немесе компьютер жасай ала ма? Сондықтан кадрлар бәрін шешеді деген сөз қазір де құндылығы мен маңыздылығын сақтайды.